Жана колпоруп кеткен ғой. Үміткермен кездесу қалай болды? Жана менде бір мынандай сұрақ бар. Енді қазір сізде үміткер әлі ара қатынас былай жұптық емес қой, айта берейін. Егер сізге бір үміткер жігіт ұнап қалса, не істейсіз? Ол сізге келмеген, басқа бір қызға келген. Айтпайсыз ба? Мүлде айтпайсыз, прям қатты басында білмедіңіз. Бассаған. Үміткерлерге дегеніңіз ауыр екен. Бүгін мистің сіркесі су көтермей тұр. Қалай ұйықтадыңыз? Ұйықтамаға міндетті ме? Ұйықтырған отырса бүгін. Кішкене ұйықтай қойып сесем бәріні бір сүттік көрмеген ба өмірлерінде. Айқайлап. Мейман, егер ұйықтайды, басы Мөлдір, сізше, егер сізге бір үміткер жігіт ұнап қалса, не істейсіз? Ұнап қалса? Бір аяқ асты. Мүлде ғашық болмайтын Мөлдір бір басқа бір қыздың үміткеріне ғашық болып қалды. Іште қалады. Шынымен ба? Иә, мен өзімнің ғашықтық сезімді ешқандай. Ғашық болсам іштей ғашық болып жүремін. Шынымен айтасыз ба? Бір мырзаларды алып келсекші. Басым ауырады. Ойлап қалам қазір. Достар, бүгінгі эфирді көргілеріңіз келсе, сілтеме бойынша өтіңіздерді бізбен бірге болыңыздар. Айкүмісті бүгінгі туған күнімен тағы да құттықтаймыз. Осындай күліп, әдемі болып жүре беріңіз. Рахмет көп. Қуану KZ компаниясына көптен көп рахмет. Сіздер мені қуаттыңыздар. Иә, ең сапалы сыйлықты іздесеңіз, міндетті түрде Қуану KZ-ге хабарласыңыз. Дархан байке, сыйлығыңызды алыңыз. Қыздар қалай? Чоң рахмат. Андай жібек. Бұлай ерекем ойды. Мен неферде. Ертоқ қалды. Жоқ күшті зор. Қыздарды қалай айтады? Дархан байке десе, қыздарды қалай айтады дейді. Аида еже, Диана еже. Диана еже, Дархан байке. Бага байке. Сезім еже. Сезім десеңші. Жана ханым, Әрсен емес, Арсен деп айташы. Арсен деп айташы. Арсен деп айтайық ба? Әрсен емес, Олар үйретеді бізге. документінде болса Арсен да? Жоқ, мен мына нәрсені түсінбей қалдым. Сіздер сонда неге жұптық киімдер жасатып оны киіп аласыздар? Айтпайын болды. Артырге бірген ма? Айтпайын. Жоқ, олар қақтан біледі? Сіз айтпасаңыз. Біз бұрыннан суреттеріміз бәрі интернетте жүрді. Бұл деймін да. Беш мейір маған беш. Бұл деген мын жақта отыр екенім өткергітіп. Бірақ бұрынғы оқырмандары, бұрынғы типа екеуінің танушылары қазір естеріне түсіп береді екен. Мысалы, мен білем, егер сіз сыйлық жасататын болсаңыз, айтасыз, мына суретке жасатыңыз деген сияқты, иә? Солай емес па? Тима деген жігіт. Тима, жағдайыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Денсаулығыңыз ба? Сіздің неңіз жақынырақты көрсетейік. 2000-дардың бастығы осы жақта. Мені қайып қылмаңдар, достар. Қайыпты қылмаңдарын кесіңдер, ол қоғылмайды. Қайып өзі келеді. Шынымен де Ниетке байланысты ұстамашсың олай? ой болды жұлдыр келші. Иә, мысалы Тима шынайы жігіт, ешқандай хайп анау мынау дегенді білмейді.